Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен әйелдердің классикалық шалбарының балағын қысқартудың бір тәсілін көрсетемін. Яғни сіздер бірінші шалбарды киіп, аяқ киіммен өздеріңізге керек ұзындықты өлшеп аласыздар. Қай жерге қию керек? Сосын кейін сол жерде бірінші мен өзім өлшеп дайындап алғам. Осы жерде сызып аламыз. Маған осындай ұзындық керек. Енді осы ұзындықты балақты қайыру үшін 3,5 сантиметр аламыз. 3,5 сантиметр. Мына жер бізде 3,5. Қайрығынға, подгибкаға бізге 3,5 сантиметр өлшеп сызып аламыз. Сызып аламыз. Қалған жақтарының барлықтарын тура солай істейміз. Міне, көрдіңіздер ме? Барлығын айналдырып осылай сызып аламыз. Міне. Енді өзімізге қажет емес жерін қиып алып тастаймыз. Осыдан бастап керек емес жерін алып тастаймыз. Аккуратно қиып тастаймыз. Мына жерде өзімізге керек емес жерін қиып алып тастадық. Енді мына шеттерін сетіне кетпеу үшін машинкамен зигзагпен айналдырып жүргізіп шығамыз. Енді машинкамызды С функциясына қойып аламыз да зигзагқа шалбардың балағының шетін айналдырып жүргізіп шығамыз. Зигзагпен жүргіземіз, тарап кетпеу үшін. Шалбарымыздың балағын айналдырып зигзагпен жүргізіп шықтық барлық жерін. Енді мына белгі бойынша ішке қарай инемен қадап аламыз. Өздеріңіз белгі бар ғой, жаңағы сызып алған. Осыны ішке қайырамыз. Қайыратын жеріміз өзіміздің белгілеп алған. Осыны осылай айналдырып, ішке қайырып, осылай белгілеп нетіп аламыз, қайырып аламыз. Осылайна. Тіккенге көзімізге ыңғайлы болу үшін осылай инемен бірінші қадап алған дұрыс. Осылайна ұстап тұрып өздеріңіз инемен қадап аласыздар, айналдыра. Осылай. Шалбардың іш жағын ішін сыртына аударып, жаңағы белгілеген жерімізді инемен қадап алдық, барлық жеттерін айналдырып, міне көрдіңіздер ме? Енді өзіне сәйкес түсті жіпті аламыз, қара жіпті, бір қабатын мысалы алыңыздар. Сосын кейін мына шалбарды мына ішкі жағынан көрінбейтін тігіспен жүргіземіз. Көрінбейтін тігіс дегеніміз ол мынаның бір қабат жібін ғана аласыздар осылай. Кішкентай бір қабат жібін алып осылай тігеміз. Шеттерін айналдырып осылай көрінбейтін бір қабат қана жіппен осылай айналдырып тігіп шығамыз. Міне осылай. Барлық шетін осылай айналдырып тігіп шығамыз. Міне барлық шалбардың балағын айналдырып түстес жіппен тігіп шықтық. Көктеп көріңіздер, міне қараңыздар. Енді сыртын әдемілеп үтікпен өздеріңіз жақсылап басып шығасыздар. Міне осында осылай әдемі болып шығады. Үй жағдайында ательеге бармай-ақ өздеріңіз 15-20 минутта осылай әдемі қылып шалбардың балағын қайырып алсаңыздар болады. Сіздерге ұнап жатса Бахар Лайф каналына тіркеліңіздер, қоңырауды басыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.